Мұхаммедәли, қош келдіңіз, жайғасыңыз, қалыңыз қалай, гүлдеріңіз сондай әдемі екен. Бәрі жақсы ма сізде? Өздеріңіз қалай? Жақсы, бізде кездесу болды ма сіздерде? Өкінішке орай кездесу болмады бұл. Балауса ханым, өкінішке орай бізде кездесу мүлде болған жоқ. Біз бұл кісі бос болмай қалған кезде, мен де бос болмай қалып, бұл кісі бос болғанда мен бос болам. Мен кішкене қолым тимей қалған кезде бұл кісі бос болып қалады. Сонымен графигіміз сәйкес келмей кездесе алмай қалғанбыз. Балауса ханым, менде жұмыстар болып кетті, сосын мен сәл ауырып қалып едім, тұра алмай жатып қалдым. Одан кейін бір кездесу ұйымдастырайын деп бір күні шақырған болатынмын, бірақ ол кезде айдан жұмыстары болып қалды. Сол айтқан болатын маған. Одан кейін кешке жазды маған, жұмыстарым болмайтын болды осы күні. Короче, солай жазды маған. Мен дайындап қойған нәрсені мен отказ беріп тастадым да ол күні, күндізге соған. Солай кездесу бізде болмай қалды, айда шықпай қалды. Балауса ханым, 2 рет қайталанды солай. Негізі алдыңға шыққаннан кейін, эфирден кейін біз енді соңында шықтық қой эфирдің. Даже кездесу керек болатын болғанбыз эфирден кейін. Сосын тезірек киімімді ауыстырып шықсам, бұл кісі кетіп қалған екен. Мен бос емеспін, менің шаруаларым бар деп, ертең көрісейік деді. Мен жақсы дедім, бірақ ол кезде кішкене ренжіп қалдым, өйткені сол эфирде мен кішкене жылап қалған болатын, соны шешіп алайық деп. Келесі күні бұл кісіні күттім, кездесуге шақыратын шығар деген үмітпен, бірақ бұл кісі кездесеміз деп тұрып, сол күні бос емеспін деп, сол кездесуді жоққа шығарған болатын. Содан кейін біз кездеспедік. Кішкене ренішім қалып, жүре бердім. Одан кейін бұл кісі не жазбады, ештеңе істемеді. Мен өзім жазып жүрдім. Кішкене 1-2 күн күттім, жазбай. Сонда да жазған жоқ өзі. Кейіннен айттым, кездесетін болдық па, осы мәселені шешейік. Анандай грандиозный бір кездесу керек емес, жай ғана шай үстінде болсын, кездесек болды. Просто алдыңғы жылағанымды менің мамам көрді. Соның бәрін шешіп алайық, ертеңгі эфирде күліп отыратындай деген болатынмын. Сосын келіскен енді, одан кейін тағы да босамай қалып жатты. Енді жаңа айтып тұрғаны Аиданың босамай қалды дегені, менің осы 1-2 күн алдын жеңгем босанған болатын. Сол кісіге өзім болысып, көмектесіп жүргем. Рахмет. Содан кейін бұл кісі мені кездесуге шақырған күн, мен жеңгемнің қасына больницаға кету керек болған. Өте қатты бір үлкен көмек керек болды менен. Және де жақсы деп мен Алиге ескерттім. Мен бос емеспін, ренжімеші, ертең менде сондай күн болып тұр, жеңгемнің қасына баруым керекпін дедім. Сосын келесі күні, міне кешегі күн ғой, сол кешеге шақырған. Кеше эфирден шығып телефонымды қосам, ағам жазып жіберіпті. Больницаға өзім баратын болдым, сен үйге қайта бер деп. Сосын мен бірден Алиге жаздым. Али, мен боспын, ол кезде сағат әлі 7. Али, мен боспын, бір шай үстінде болсын, хотя бы сөйлесіп алайық деген секілді. Бол деген білмеймін енді, болқан, талқан болып, ой, қойшы, сен деп, андай, мен өзімді жаман сезін қалдым, жарайды дедім, онда кездеспесек, кездеспей-ақ қойық дедім. Бауырсаған андай ғой енді, кездесу жасағанда енді, бір ерекше кездесу жасағым келді менде. Енді былайынан кездесіп жүрдік қой, киноға бардық, былай шай іштік, әңгімелес, бір ерекше жақсы кездесу жасағым келді, бірақ сол кезде полный дайындалып қойғам. Бірақ сол кезде эфирден шыққаннан кейін айтты, мен боспын деп. Негізі оған дейін мен бос, былай айтты, жұмыстарым бар, шаруаларым бар деп. Негізі сол айтқан болатын маған. Егер де Мұхаммедәли, сен маған нақты түрде, Аида, мен осындай кездесу жасап қойдым, осындай күні, осындай сағатта, міне осы жерде десең, мен ешқандай жоспар құрмас едім. Сенікі жай ғана Аиданың босамай қалғаны, содан кейін мен де тырысып, мен де босамай қалдым дегенің, бұл жай ғана бір менімен айтысу, маған кішкене кек сақтау, маған кішкене ренжу болып көрінді. Менде ренжіш, Бауырсаған ренжіш болып тұр, менде мына жақта бір күмән болып тұр деген сияқты ғой. Өйткені андай ғой, қазір интернет желісі бар ғой, қараймыз ғой енді. Кім не істеп жатыр, кіммен не істеп жүр, кім. Сол кезде мен бір зат байқап қалғаным бар, Бауырсағаным. Соған кішкене не істеп отырмын, күмәнданып отырмын. Нені байқадың? Бірақ редакцияға жіберіп қойған болатынмын, жалпы. Не нәрсе екенін. Негізі енді бізге сіз алдын ала бір жіберіп қойған дүниеңіз бар еді, ақпарат. Және соны сіз қазір Аиданың өзіне осы жерде көрсеткіңіз келіп. Сұрағым келіп тұр енді, ол қалай, білмеймін, мен шынайы ма, шынайы емес па? Білмей тұрсыз, жақсы. Көріп алайық ендеше. Мұхаммедәлидің сенсіз аспан. Бұл жерде былай жазылып тұр ғой, мен сағынған адам Семейде деп жазылып тұр ғой. Ол бір, тағы да екіншісі бар еді негізі. Бірақ мен соны көрсек. Бауырса ханым, Семейдегі. Оны да көрсек деп тұрсыз ба? Жақсы, көріп алайық.
бұл жерде суретте Жанболат пен сүйсініп қарап отыр да Аида. просто Бауырсақан. Андай осы нәрсе сізге ұнамады. ұнаған жоқ, енді қалай үміткер бола тұра Жанболат телефон қарап отыр, ол сүйсініп қарайды. Мен бұл жерде Қыздар, жігіттер, тыңдап алсақ. Бауырсақан, мен бұл жерде енді Жанболатты кінәлап үйтпеймін мен, өйткені мына жақта Аида ғой, өзі мысалы қарап отыр да сүйсініп. Бұл телефон қарап отқан жігіт қой, мысалы қарап өзіме, бірақ сүйсініп до конца бүйтіп қарап не істеп отыр да. Енді маған ұнамай қалды ол қыры, шынымен айтқанда. Содан кейін ойлап қалдыңыз, Аиданың бір семейде біреуі бар ма Иә, енді екен? сыртта біреу бар шығар, білмеймін ғой мен. Әлде Жанболатпен ойланып жүр ма деген сияқты, Білмеймін иә? сол. Бауырсақан түсініксіз. жақсы Сол үшін де Бауырсақан. сізбен кездеспей жүрген шығар деп ойлаған шығарсыз. Иә. Мен жауап бере кетейінші. Иә, ол кезде Диас бізді түсіріп алған болатын, Жанболат екеумізді. Мен Диастың видеоға түсіріп тұрғанын біле тұра, мен әдейі сөйтіп қарап алған болатын. Содан кейін оны Жанболат та байқады. Ал енді екінші видеодағы мен сағынған адам семейде деген Сол семейдегі кім екенін қазір